Ассалаумағалейкум, байланыста Муслим Муса. Бүгінгі сабақта мен сіздерге мебель бизнесін таргет арқылы дамыту үшін не істеу қажеттігін айтатын боламын. Егер сіз действующий мебельщик болсаңыз, немесе нөлден мебель бизнесін ашуды жоспарлап жүрген болсаңыз, осы видеоны аяғына дейін көріңіз. Мебель бизнесін дамыту үшін нақты үш қадамды жасау қажет. Негізінде өте көптеген варианттар бар, бірақ мен сіздерге бүгінгі видеода соның біреуін нақтылап көрсететін боламын. Сіз мебельщиксіз, иә, өзіңіздің бизнесіңізді жарнама жасағыңыз келеді. Сізге ең алдымен жасау керек нәрсе, сізге мини сайт жасау қажет. Мини сайт не үшін қажет? Және де ол қандай көріністе болу керек? Оны қазір кішкенеден көрсетемін. Мини сайт жасадыңыз. Екінші сіздің жасау керек нәрсеңіз әдемі, тартымды, адамның қызығушылығын оятатын әрекетке шақыруы бар фото немесе видео креатив жасау қажет. Бұл фото видео креатив келешекте таргет қосуға керек болады. Үшінші сіздің жасайтын қадамыңыз лиди целі арқылы таргет жасауыңыз керек. Фейсбуктың ішінде 6 түрлі цель бар. Вовлеченность, трафик деген сияқты. Бірақ сіз лиди целін таңдауыңыз қажетсіз. Мінекей дәл осы үш қадамды жасап, мебель бизнесін дамытсаңыз болады. Қазір енді мен сіздерге мини сайт туралы айтатын боламын. Ол қандай көріністе болу қажет? Мини сайт қандай болу керек? Мысалы, сіз корпусный мебель, яғни на заказ жасайсыз, яғни кухня на заказ жасайсыз. Мына жерде көріністе мынаны мен жасаған болатынмын. Қараңыздар. Сайтқа клиент кірген кезде сайт адамдарға осындай көріністе болады. Қараңыздар. Кухни на заказ в Алматы от производителя с гарантией до 24 месяц. Одан кейін каменный мойка в подарок, сроки от 8 дней, гарантия 24 месяц деген сияқты. Одан кейін WhatsApp кнопканы қойдым. И сосын рассчитать стоимость деп адамды әрекетке шақырдым. Рассчитайте стоимость кухни с точностью до 99% за 7 шагов. Енді қараңыздар. Мына жерде рассчитать стоимость деген кнопканы басқан кезде клиент қайда барады? Соны қараңыздар. Өте мән беріп қараңыздар мына жерге. Қараңыздар. Мен оған сұрақ қоямын. Құрметті клиент, сіздің кухняңыз қандай болу қажет? Прямой ма, угловой ма, немесе П форматты ма, немесе С островом деген сияқты ма, қандай форматта болу қажет? Ол айтады маған П образный дейді, иә? Соны таңдайды. Одан кейін далее деген кнопканы басады, көк кнопканы, иә? Ары қарай далені басқан кезде не болды? Қараңыздар. Сізге қандай материалмен жасап беру қажет? Сіздің кухонный гарнитураңызды, сіздің мебеліңізді. ЛДСП ма, немесе пластик па, немесе МДФ па, еще шеттеріне қараңыздар, жазып қойдым. МДФ таңдасаңыз, кішкене сіздің мебеліңіз қымбатқа шығады. ЛДСП-ны таңдасаңыз, кішкене арзанға шығады деген сияқты, иә. Ол адам мысалы МДФ-ті таңдады дейік. Одан кейін далені басады. Келесі сұрақ қандай болады? Сізге қандай фурнитура қажет? Яғни мебеліңіз қандай фурнитурамен жабдықталу қажет? Оған айтамын, стандартный тұру керек па? Ол жерде GTV деген сияқты шариковый направляющийлар болады. Немесе сізге премиум керек па? Ол жерде уже Bloom, австрийский фурнитура қолданылады. Немесе комбинированный, немесе премиум плюс деген сияқты, иә. Мысалы, ол премиум таңдайды, енді орта баға деп ойлап, сосын далені басады. Ол кезде не шығады? Одан сұраймын мен, сіздің кухонный гарнитураңыздың ұзындығы қанша деп. Ол адам айтады, мысалы, есептеп, мына жерде ползунок қой, оңға солға қимылдата алады, 6,5 метр деп белгілейді. Одан кейін тағы сұрақ қоямын. Сіздің кухняңыздың, кухонный гарнитураңыздың высотасы қанша деп. Примерно белгілейді, 2,6 метр деген сияқты. Одан кейін далені басады. Мен одан сұраймын, сіз қашан өзіңіздің мебеліңізді установка жасағыңыз келеді деп. Ол жауаптарын мына жерде енгіземін. Чем раньше, тем лучше, немесе осы айда орнатамын, немесе в течение года орнатамын, немесе все зависит от цены деген сияқты. Сосын клиент, мысалы, в этом месяце деген таңдап, далее батырмасын басады. Уже ол кезде мен оған айтам, подарокты өзіңізге керек, яғни подаркын таңдаңыз деген сияқты. Мен каменный мойканы қойдым, немесе қасына вытяжканы қойса болады, подсветканы қойса болады, үшеуінің біреуін таңдап, последний шагқа қарай өтеді. Ол кезде уже мен телефон нөмірін сұраймын. Ол клиент телефон нөмірін жазады, сосын рассчитать стоимость деген батырманы басады. Сол кезде мен оған айтам, заявка тастағаныңызға рахмет, менеджеріміз жақын арада сізбен байланысқа шығады. Немесе мына жерде WhatsApp-қа жаз деп бірден осындай кнопка қоямын. Ол адам менеджерді күтіп отырмай, бірден WhatsApp-қа жазуы да мүмкін. Енді достар, бұл мини сайт көріп отырсыздар, өте қысқа, тез арада, яғни андай қатты үлкен емес, гигантский сайт емес, кішігірім мини сайт. Дәл осындай мини сайт сіздерге жасау қажет. Екінші сіздің жасау керек нәрсеңіз, сізге рекламный креатив жасау қажет. Яғни таргет қосасыз ғой.
таргет қосқан кезде креатив қажет, рекламный фото қажет, видео қажет, иә. Ол креатив қандай болу керек? Мінекей қарап тұрсыздар, иә. Мебель Муслим Муса. Хотите заказать корпусную мебель? Изготовим любой сложности от 7 дней, доставим и соберем за 1 день. Мощный осындай сөздерді жазып қоясыздар. И сосын мынандай кнопка қоямыз, узнать цену деген сияқты. И шетіне нөмірімізді жазып қоямыз. Бұл бізде рекламный креатив. Бұны мен Canva бағдарламасында жасағанмын. Бұл рекламный креативті де, мына сайтты да барлығын мен өзім жасағанмын. Енді қараңыздар, креатив дайын. Үшінші кезекте уже таргет қосу қажет. Мен сіздерге айтқанмын, иә, лиды целін таңдаймыз. Лиды целін таңдап таргет қосамыз. Егер лиды целін таңдасақ, сайтқа пиксель орнату керек болады. Және де конверсия настройкасын жасау қажет болады. Мінекей дәл осындай 3 қадамды жасап, өзіңіздің мебель бизнесіңізді таргет қосу арқылы дамытсаңыз болады. Қорытынды ретінде айта кетсем, мебель бизнесін дамыту үшін не істеу қажет? Біріншіден мини сайт жасайсыз, екіншіден әдемі, тартымды, қызықты фото, видео, креатив жасайсыз, үшіншіден лиды целі арқылы таргет жасайсыз. Егер достар, егер сіз өзіңіздің бизнесіңіздің, осы өзіңіздің мебель бизнесіңіздің шебері болсаңыз, мен сіздің жеке таргетологыңыз болуға дайынмын. Менімен тікелей жұмыс жасағыңыз келсе, маған Инстаграмға жазсаңыз болады. Инстаграм парақшам Муслим Муса KZ. Яғни сіз нөлден мебель бизнесін ашайын деп жатасыз, немесе действующий мебельщиксіз, мебель бизнесіңіз бар. Өзіңіздің бизнесті интернет арқылы жарнама жасағыңыз келеді. Сол маркетинг инструменттерімен жұмыс жасауды, компанияңыздың реклама бөлімін, маркетинг бөлімін маған тапсырғыңыз келсе, яғни бүкіл жұмыстарды мен жасап отырамын, Инстаграм дамытып отырамын, таргет рекламаны жасап отырамын, барлығын мен жасап отырамын. Егер менімен тікелей жұмыс жасағыңыз келсе, онда маған Инстаграмға жазыңыз. Достар, сіздерге кеңес бере кетейін. Рахмет осы видеоның аяғына дейін көргендеріңіз үшін. Менің тегін сабағым бар. Бұл тегін сабақ біраз адамға пайда әкелген, енді көретін адамдарға да пайда әкеледі деген ойдамын. Менің тегін сабағым бар. Күніне таргеттен 50-ден аса заявка алып отыру үшін нақты не істеу қажет деп аталатын тегін сабағым бар. Осы тегін сабақты сіздерге көруге кеңес беремін. Қазір сіздерге сол жақ шетте подсказка, заставка шығады. Соның үстінен басып, тегін сабақты көрсеңіздер болады. Жалпы сіздермен бірге болған Муслим Муса. Келесі видеода көріскенше. Келесі видеода қандай нишаға, қандай бизнес түрін разбор жасайын. Сіз қандай бизнес түрімен айналысасыз? Сіздің бизнесіңіз қандай? Соны төменге комментарийға жазып кетіңіз. Ішінен біреуін таңдап, дәл осындай видео сияқты қылып, мебель бизнес сияқты қылып, видеоны түсіріп шығарамын бұйырса. Сол себептен сіздің қандай бизнесіңіз бар, соны міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіз.